Ассаламу алейкум. Сөмкемізге осындай әдемі ручка тоқимыз. Бұл ручканы кез келген сөмкеге қолдансаңыздар болады. Ең алдымен трикотаж жібін алып, бір түйін түйеміз. Сол түйілген түйіннің ортасына ілгекті кіргізіп, негізгі жіпті іліп ала отырып 18 рет тоқимыз. 1, 2, тура осылай 18 рет тоқимыз. Осы көлем маған жеткілікті. Және де тағы бір рет іліп алып, 18-ші тоқылған галочканың ортасынан ілгекті кіргіземіз. Негізгі жіпті іліп алып шығарамыз. Ілгектің бойындағы екі жіптен өткіземіз. Келесісінде тура осылай көрсетілген бөліктерден өткізіп, қатарды соңына дейін тоқимыз. Қатарымыздағы соңғы бір галочканың ортасына ілгекті кіргізіп, негізгі жіпті іліп алып, ілгектің бойындағы екі жіптен өткізіп, тоқып қатарымызды аяқтаймыз. Келесі қатарды тоқу үшін міндетті түрде қосымша ілгекке бір рет іліп аламыз, кері айналдырамыз, көрсетілген бөліктен ілгекті кіргіземіз. Негізгі жіпті іліп алып, ілгектің бойындағы екі жіптен өткізе отырып, тоқимыз. Әрбір қатарда соңына келген кезде келесі қатарды тоқу үшін міндетті түрде манағыдай бір рет қосымша іліп алып барып, кері айналдырып тоқитын боламыз. Барлығы мен 5 қатар тоқыдым. Егер сіздер көлемді одан да объемный болғанын қаласаңыздар, 7 қатарға дейін, 8 қатарға дейін тоқысаңыздар болады. Мінекей, бұл бізде екінші қатарымыздың соңы. Осы аралықтан ілгекті кіргізіп тоқып аламыз. Қайтадан келесі қатарға өтуіміз үшін, үшінші қатарды тоқу үшін ілгекке бір рет іліп аламыз, кері айналдырамыз. Осы бөліктерден ілгекті кіргізе отырып тоқимыз. Мінекей, 5-ші қатарымның соңғы бөлігіне де келіп жеттім. Соңғы рет осылай тоқып алдым. Сәл ұзартып жіпті шығардым. Енді бастапқы тұстағы осы жіпті мына тоқылған бөліктердің арасынан номер 5-ші ілгектің көмегімен өткізіп аламын. Жаңа 6-шы номерлі ілгекпен тоқып отырған болатынмын. Енді бұл жерде сәл жіңішкерек ілгекті пайдаланғанымыз тиімдірек болады. Себебі тоқылған бөліктердің арасы тастай болып, кіруге қиын болмас үшін 5-ші номерлі ілгекті пайдаландым. Жіптің соңына дейін осылай кіргізіп, не обязательно 2-3 жерден өткізсеңіздер болды. Қалған артық жіпті қиып тастай салсаңыздар болады. Ал енді осылай екіге бүктейміз, бір-біріне беттестіріп. Мына шығып тұрған жіпті артқы бөліктен іліп аламыз ілгекке. Видеода көрсетілгендей етіп. Және де негізгі жіпті ілгекке іліп алып, кері айналдырып шығарамыз. Осы видеода көрсетілген тұстан ілгекті кіргізіп отырып, осылай бекітпе тігісін жасаймыз. Яғни, негізгі жіпті іліп алып, ілгектің бойындағы жіптен өткіземіз. Соңғы бөлігін тоқып алдық. Жібімізді сәл үлкенірек етіп шығарып алып, осындай мөлшерде қиып аламыз. Және де оны
тартып бері қарай шығарамыз да номер 5-ші ілгектің көмегімен осы аралықтардан, яғни бір-біріне беттескен аралықтардан жібімізді айналдырып, арасында бір рет байлап жіберсеңіздер де болады, шешіліп кетпес үшін. Сосын одан артылған жібімізді тоқылған бөліктердің арасынан кіргізіп жібереміз, білдірмей. Ручкамыз дайын, ал енді оны сөмкеміздің арғы жақтағы ручкасы қай тұста тұр, бергі жақтағы ручкасында тура сол тұсқа есептеп, екеуі тең болатындай етіп тағамыз. Ең біріншіден осындай кольцо карабиннің бір жағын ашып, мына ручкамыздың екі жағынан тоқылған бөліктердің арасынан кіргізіп аламыз. Осылай видеода көрсетілгендей етіп. Және де сөмкемізге арғы жақ ручкасына сәйкестендіріп ілетін боламыз. Осымен сөмкеміздің ручкасы дайын. Назарларыңызға рахмет.